Сәлем достар. Желіде кейбір бейнелердің пайда болуы көптеген дау-дамайды тудырады. Кейде олардың не түсіргенін ешкім түсіндіріп бере алмайтын кездер де болады. Қазір сіз ең таңқаларлық және де жұмбақ кадрлерді көресіз. Бірақ жаңадан бастаушылар арнаға жазылуды және лайк басып қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Бұл ешкі мутант емес, бірақ ешкі жайлы білетіндер ол мысық секілді талға шыға алмайтынын біледі. Айтыңыздаршы, бұл қалай талға шығып кетті? Егер сізге бір адам ұшатын тасты көргенін айтса, сіз сенбейсіз, бірақ өз ойыңызды айтуға асықпаңыз. Мына бейнебаян ұшатын тас бар екенінің дәлелі. Ал мына тастар алдыңғы бейнебаяндағы секілді ұшпайды. Бірақтан бүкіл әлемге таралған біркелкі үлкен дөңгелек тастар қалай пайда болғанын айту қиын. Бұл бір қараста құрылыстан қалған қалдық секілді. Алайда үстін баса қалсаңыз, судың үстін басқандай толқындалады. Егер шынымен судың үстінде тұрған болса, бұл құштар неге батып кетпейді? Бұл бейнебаян таңқалдырады, бірақтан ешкім көргенін түсіндіріп бере алмайды. Бұл бізге жұмбақ шеңбер кейде қосылса, кейде екіге бөлініп жатады. Бірінші қарағанда бұл бейне түсірілім қарапайым қызықсыз секілді, бірақ су бір сәтте қара болған кезде бәрі өзгереді. Бұны түсіндіру өте қиын. Кез келген иллюзионист табиғатта кездесетін кереметтерді көрсете алмайды. Біздің қоршаған ортаны қаншалықты зерттесе де, бәрібір таңғалдыруын тоқтатпайды. Мына түрлі түсті болып ағып жатқан сарқырамаға қараңызшы. Білетіндер болса, неге бұлай болып жатқанын айта кетіңіздер. Торнадо табиғатта жиі пайда болады. Олардың кейбіреулері өте қауіпті болады. Бірақта мына шағын торнадо қауіптіге ұқсамайды. Қараңызшы, қаншалықты биікке көтерілгенін. Кез келген сарқырама керемет көрінеді, бірақ қазір көріп тұрғандарыңыз өте керемет. Талда осынша су қайдан болсын? Талдан ағатын сарқырама жайлы естігендеріңіз бар ма? Кім түсіндіріп бере алады? Бір қарағанда бұл мүлдем қарапайым бақа. Бірақ кенеттен оның ішінде бірдеңе жарқ ете қалғанда қорқып кетуіңіз мүмкін. Бұл не, оған не болған деп. Бәлкім бұл жанатын бірдеңені жұтып қойған шығар. Өкінішке орай біздің уақытымызда мутациялар жиі кездеседі. Бірақ ғалымдар әлі күнге дейін мұндай жағдайдың не себепті екенін түсіндіріп бере алмайды. Және оның алдын алу үшін не істеу керегін де жауап бере алмайды. Қазір сіз балық аулауға шыққан балықшылардың үлкен бұғы аулағанын көресіз. Теңізге шыққан кезде балықшылардың бірі судағы түсініксіз бірдемені көріп, жақын барып қараған кезде суда жүзіп жүрген бұғыны көреді. Балықшылар ойланбастан тез құтқаруға кіріседі. Бір қызығы, олар біреу емес екеу болып шықты. Қазіргі таңға дейін қалай теңіздің ортасына дейін барып қалғанын ешкім түсіндіріп бере алмайды.